Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен мен Майра, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма жазылып, астына пікір қалдырып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай керемет бауырдан жасалған құймақ дайындайтын боламыз. Осы бауырдан жасалған құймақтан біз бауыр тортын жасайтын боламыз. Оны кейінгі видео рецептте салатын боламын. Бүгін сіздерге осы бауыр құймағын көрсеткім келіп отыр. Көріп отырғандарыңыздай ешқандай қалың емес, жыртылмайды, өте керемет рецепт сіздермен бүгін бөлісемін. Ең алдымен біз осы бауыр бізде сиырдың бауыры, жылқынікі болмайды, тек осы сиырдікі керемет болады. Бауырымыздың сыртындағы пленкасын алып тастаймыз. Одан кейін блендерімізге салып, үстіне 2 жұмыртқаны жарып, блендердан өткізіп аламыз. Өте сұйық болу керек. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Бауырдың сыртындағы пленканы міндетті түрде алып тастаңыздар. Міне осы блендердан езіп аламыз. Осындай қоймалжың болады. Ішінде ешқандай іртік болмауы керек. Енді осы сұйықтығымыздың үстіне сүтімізді құямыз. Дәміне қарай тұз, ас содасын және қара бұрыш саламыз. Бәрін араластырғаннан кейін електен өткізіп, ұнымызды саламыз. 2 ас қасық сұйық майды құюды ұмытпаңыздар. Сол кезде табаға жабыспай әдемі пісетін болады. Ұнымызды електен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ішінде іртік болмауы керек. Кәдімгі құймақ пісіретін табамызды алып, алдында кішкене ғана майлап қоямыз. Кейінгі пісірген кезде майлаудың қажет етпейді. Осындай бір ожау алып, жақсылап құйып, ысып тұрған табамызға құямыз. Біркелкі жайғастырып, отымызға қоямыз. Осылай шеттері қайырылып болған кезде дайын болды деген сөз. Айналдырып пісіреміз екінші жағын. Тез піседі, күйіп кетпесін, қарап отырыңыздар. Одан кейін қайттан ысытамыз табамызды. Isып тұрған табамызға тағы да бір ожау құйып, жақсылап отымызға қоямыз. Міне осындай әдемі, жыртылмайтын, өте керемет құймағымыз дайын болды. Осыны сіздер кейін бауыр тортына қолдансаңыздар болады. Бауыр тортын келесі видео рецептте көрсетемін. Міне бұл жерде менде 1 килограмм бауырдан шыққан құймақтарым. Бауыр торты осындай болып шығады. Бұл бауыр тортын рецебін келесі видеода көресіздер. Сіздермен болған мен Майра, сау болыңыздар.